25 магниттің қасиеті. Сен магниттің қасиеттерімен танысасың. Магнитті қасиетке ие денелерді анықтайсың. Зерттейік. Магнит суреттегі заттардың барлығын өзіне тарта ала ма? Зерттеп көр. Суретте ине, кілт, өшіргіш, бұранда, тиын, қақпақтар, шегелер, қарындаштар, шарлар, қағазды, қыстырғыш, жіпшыны. Білгенің жөн. Магнит кейбір металдан жасалған денелерді тартады. Олар бір-біріне тартылады, кейде бір-бірінен тебіледі. Мұны магниттің қасиеті деп атайды. Магниттердің қарама-қарсы жақтарын ажырату қажет. Бір жағын қызыл, екінші жағын көк түске бояйды. Бірдей түсті жақтары бір-бірінен тебіледі. Әр түсті жақтары бір-біріне тартылады. Темір магниттік қасиетке ие. Ал ағаш, қағаз секілді заттарда мұндай қасиет жоқ. Бақылайық. Үйде магнит қай жерлерде қолданылады? Суретте тоңазытқыш беті, домофон кілті, шахмат, компас, магнитті тақта, ойыншық конструктор.